Аулардан таза су айдындары республикалық акциясы өткуде. Оның аясында сенбі күні өңірдегі Қырғыш өзен көлде рейдтік шара ұйымдастырылды. Оған жауапты мамандармен қоса облыс тұрғындары да қатысты. Ауқымды акцияға барлығы 400-ге жуық жан қатысты. Оның ішінде балық инспекциясының мамандарымен бірге жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, қоғамдық ұйым өкілдері мен еріктілер бар. Олар бірлесіп өзен көлдерді тексеріп, заңсыз құрылған балық аулау құралдарынан тазартты. Мәселен, тек бір күнде ұзындығы 14.805 метр болатын 264 ау жиналды. Өкініштісі, судан алынған қытайлық аулар шірімейді. Сондықтан су түбінде жылдап жатып, балық қорына зиян тигізуі мүмкін. С начала года в области было изъято более... Жыл басынан бері облыста 600-ден астам балық аулау құралы алынды. Оның басым бөлігі ау болса, 187-сі шаян аулайтын құрылғы. Ақжайық инспекциясы 142 рейд ұйымдастырып, 120 құқық бұзушылық танытады. Барлығы сотқа жолданды. 1.638.000 теңге айыппұл салынды. Рейд кезінде ау қырып, заңсыз балық аулаған азамат қолға түсті. Оған сол жерде заң талаптары түсіндірілді. Енді жауапқа тартылып, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі ықтимал. В результате проведения акции Ұсталған адам табиғат қорғау заңын өрескел бұзып отыр, яғни тыйымға қарамай ау құрып кәсіп қылған. Оған сол жерде хаттама толтырылды. Енді іс сотқа жолданады. Акция Орал қаласы мен 5 ауданының аумағында ұйымдастырылып, Қырғыш су айдыны қамтылды. Сондай-ақ жағалаулар тазартылып, 2,5 тонна көң қоқыс шығарылды. Акция одан әрі жалғасып, өзен көлдерді аулардан тазартуға үлесін қоспақ. Рауан Дели, Алмас Айдиетов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.